Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Алдында мен осы мониторинг сабағымның екіншісін жалғастырып жатырмын. Алдында бір кісі комментарияда формуланы қалай жазамыз, қай жерге жазамыз деп сұрақ қойып кеткен екен. Енді қолым тиіп жатыр осыны түсіруге. Мұнда жазылып тұр. Мынау менің алдыңғы бастапқы мониторингім. Яғни мына жерде физкультура, дене шынықтыру, денсаулық несі. Денсаулық саласының жаңағы нелері, сұрақтары. Мына жерде бір сұрақты жаңағыдай істей алады, істей алмайды, немесе ұмтылады деген сияқты, талпынады деген сияқты сұрақтар беріледі. Берілгеннен кейін әрбір балаға, яғни сіз біреуіне жауап бересіз. Жүгіруге талпынады деп, мысалы мен біреуін қойғам, жүгіруге талпынады деген сияқты бір санын әрбір сұраққа біреуіне ғана жауап бересіз. Не істей алады, не істей алмайды деген сияқты. Осы сұрақтың барлығына сіз бірінші жауап беріп аласыз. Осы графалардың бәрін толтырып сұрақтарға жауап беріп болғаннан кейін ең соңғы төмен жағында барлығы деген графа тұрады. Сол барлығына кірсеңіз, мен яғни істей алады деп, жүгіре алады деп мен яғни 8 баланы белгілеген екем, 19 баланың ішінен. Бұл 8 баланы автоматты түрде шығару үшін мына жоғарғы жақта мен осы формуланы жазамын. Яғни тең сумма r деп 19 деген сияқты, 1 деген сияқты сандарды тура осы санды мен көшіріп жазамын. Енді астыңғы төменгі жағына бассаңыз, бұл 19 деп тұрады, төменгі жағына да 19 деп тұр. Бұл 19 деген не? Бұл 19 дегеніміз ол бала саны. Яғни сізде мүмкін 19 бала болуы мүмкін, немесе 25 бала болуы мүмкін. Сол сияқты осы формуланы мына жерде қарасаңыздар, дәл мен сияқты осы формуланы толтырсаңыздар, автоматты түрде пайызын көрсетіп береді, және де бала санын шығарып беріп отырады. Енді бұл сіздер егер бұның ішінде бір саннан қателік кетсеңіздер, бұл дұрыс көрсеткіш көрсетпейді. Сондықтан сұрақтарға жауап берер алдында мұқият түрде, кейбір кезде шатасып кетуіміз мүмкін, бір сұраққа 2 жауап кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан да астын міндетті түрде қайта тексеріп қарап отырсаңыз, бұл мынандай 100% деген көрсеткішке келеді. Енді бұл 100% көрсеткішті көрсету үшін бұл жерде тағы да формула болады. Яғни мына жерге қарасаңыздар, мына осындай формулалар жазылып тұрады. Сіздерге дайын негізінде беріледі ғой формула. Осындай неден сіздерге басшыларыңыз береді ғой, мына нені толтырыңыз деген сияқты, мына Excel'ді толтырыңыз деп. Сол кезде көп нелер түсінбей жатады. Мынау қаяқтан шықты деген сияқты. Осы дайын формула болады, сол дайын формулаларды тек бала санын ғана өзгертіп отырасыздар. Мына жерде 19 бала деп мен қойғам, яғни 100%-ды 19-ға бөлген кезде 8,9 бала, яғни жоғарғы деңгейде жауап беріп отыр деген сияқты. Дәл сол сияқты астыңғы формулалардың әрқайсының бала санын өстіп өзгертіп отырасыздар. Негізінде барлық мекемеде дайын осындай Excel бағдарламасын береді. Сіздерге формула бәрі дайын тұрады, тек бұл жерде бала санын ғана ауыстырып өзгертіп отырасыздар. Осындай өзгертіп, 19 болса 19, жаңағыдай 25 бала болса 25 бала деп, 25 бала процент 25 балаға деп бөліп бала санын жазып отырады. Негізінде бізде білмеймін, бізде басшылықтан осындай дайын нені беріп отырады. Біз тек бала санын өзгертіп, дәл осылай толтырып, мінсіз, қатесіз бала нәтижесін шығарып отырамыз. Сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінбеген сұрақтарыңыз болып жатса, осы комментарияға жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар. Рахмет.